Баршаңызға сәлем, YouTube арнама қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін турецкий лимонадты жасап көрсететін боламын. Құрамында қанты аз, ешқандай қышқыл дәм бермейтін таза турецкий лимонад. Бұның жасалу жолын мен өзім мастер-класстан оқып алғанмын. Сондықтан менің жасаған рецептімен жасасаңыздар, сіздерден де тура осындай 5 фруктыдан 5 литр лимонад дайын болады. Ең алдымен таза ыдысымызға апельсиндерімізді жуып аламыз. Бізге 3 штук апельсин және 2 штук лимон қажет болады. Барлығын алғаннан кейін апельсиннің цедрасын ғана осылай теркадан өткізіп аламыз. Бізге цедрасы, яғни сыртқы қабығы ғана қажет. Содан соң лимонды да өткіземіз дәл осылай. Барлығын өткізіп дайындап болғаннан соң, осы цедраның үстіне қантты қосатын боламыз. Қантымыздың мөлшерін барлығын видеоның астында қалдырамын, сол жақтан көріп алсаңыздар болады. Қантты толықтай қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған сайын қантыңыз еріп, сәл ғана бір сулы дәл осындай құрамында болуы керек. Содан соң бұны 5 литр қайнаған суға, менде осылай қайнатып, бөлме температурасында суыған 5 литр су, соның үстіне саламыз. Жақсылап толықтай ерігенше араластырып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Холодильникке қойғаннан кейін біз жаңағы лимон апельсиндермен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни апельсиндердің сыртқы бөліктерін, ақ бөлігін алып тастаймыз. Бұл бізде лимонадқа қышқылдан беретін болады, сондықтан оны алып тастаймыз. Неге осылай сырты тазаланған, яғни цедрасы алынған 3 апельсин мен 2 лимонды сыртқы бөліктерінен алып тастаймыз. Содан соң бөліктерге бөліп, блендермен езетін боламыз. Бұл жасап жатқан соктарыңыз өте пайдалы, өйткені қайнатылмай, ешқандай газге қойылмай, өзінің құрамында жасалған сусын. Сондықтан құрамында барлық көзінің минералдары, табиғи құрамдары өзінің бойында қалған сок. Балдарыңызға, үлкен кісілерге жасап берсеңіздер болады, өте керемет сусын. Жасалу жолы барлығы өте оңай, тек фруктыларыңызды турап, сол сокта дайындасаңыздар болғаны. Жазды күні нағыз шөл басатын сусын үстіне мята, мұз болса салып, әртүрлі дәмге қарай өздеріңіз пайдалана берсеңіздер болады. Неге апельсин бөліктеріміздің сырты алынғаннан соң, осылай блендерге салып еземіз. Содан соң холодильникке салып қойған судың үстіне бұны да қосып жіберетін боламыз. Оны да жақсылап толықтай барлығын біркелкі араластырып, содан соң 2-3 сағатқа әбден салқындағанша қойып қоясыздар. Сонымен сіздердің соктарыңыз дайын болады, немесе 1 күнге қойсаңыздар да болады. Менде 1 күн тұрды, яғни бәрі бір-біріне толықтай сіңіп, дәмдері шыққанша. Содан соң 5 литрлік ыдысқа құйып қойған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы өте оңай. Жасап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа лимонадтардың жасалу жолы, мороженыйдың, әртүрлі тағамдардың, торттардың жасалу жолы бар. Бұлардың барлығы мен мастер-класстан оқып алғанмын. Яғни бір жасағаннан шығатын оңай рецепттер, соларды көріп, өздеріңіз сақтап алып жасасаңыздар болады. Неге енді менде холодильникте дайын болып 1 күн тұрған сок, енді біз ішіндегі қалдықтарды арылу үшін осылай 5 литрлік коланы баклажканы дайындап аламыз. Содан соң сүзгіні қоямыз. Осы сита арқылы, сүзгі, сита әртүрлі айтады әр жерде, сита арқылы өткізіп, осы біздің баклажкаларымызге құйып қоятын боламыз. Одан ары қарай графинге қойып, қонақтарыңызға ұсынсаңыз да болады, енді өзіңіздің ішуіңізге қарай әртүрлі пайдалана бересіздер. Ең бастысы жасалу жолын дұрыс жасасаңыздар болғаны. Мінекей дәл осылай барлығын сүзіп, өткізіп аламыз. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Қанты аз, бұның құрамында қантты көп қосудың қажеті жоқ, өйткені нағыз шөл басатын сусын болып табылады. Осылай өзімнің ыңғайыма қарай құйып пайдаландым. Жасап көріңіздер, рецепт оңай. Ұнаса лайктарыңызды басып, өздеріңіздің комментарийларыңызды қалдыра өтіңіздер. Небәрі 5 штук фруктыдан 5 литр сокты осылай оп-оңай дайындап алсаңыздар болғаны. Қазір сіздерге құйып көрсетемін. Таза сок, құрамында ешқандай зиянды заттары жоқ, қанты аз, өте керемет сусын. Жасап көріңіздер.
көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.